Мемлекеттік қызмет елге қызмет. Мемлекеттік қызметті атқарушылардың этика, әдеп кодексін сақтауы және сыбайлас жемқорлықтан сақтануына арналған тақырыбын талқылауға келгендер аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс залына жиналды. Бөрлі ауданынан бөлек Шыңғырлау, Қаратөбе, Сырым аудандарынан арнайы ат артып келген Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті, облыстық сот, облыстық прокуратура, облыстық ішкі істер департаменті, облыстық мемлекеттік кірістер департаменті өкілдері, мемлекеттік органдар мен мекемелердің қызметкерлері, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысты. 4 бірдей аудан өкілдері қатысқан жиналысты басқарған аудан әкімінің орынбасары Қаналин Жаңабай Набиұлы келгендерді таныстырып, алғашқы сөзі Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Жұбаныш Аманқос Сағынұлына берді. Қайырлы күн дөңгелек үстелге қатысушылар, бәріңізге мәлім, мемлекеттік қызмет жүйесіндегі әрбір мемлекеттік қызметшінің ең басты міндеті халыққа мінсіз қызмет ету. Сондықтан да департамент жұмысының негізгі басым бағыттары қоғамдық мүддені жүзеге асыру болып табылады. Осыған байланысты халық айтса қалып айтпады демекші, мемлекеттік қызмет саласындағы өзекті мәселелерді талқылап, сіздердің пікірлеріңізді тыңдау үшін жиналып отырмыз. Қазіргі таңда еліміздің әрі қарай дамуы дүние жүзіндегі дамыған елдер қатарына кіру мақсатында шешуге мемлекеттік аппарат алдында көкейтесті мәселелер тұр. Елбасы осы мәселеге үнемді басар назар аудара отырып, өз тарапынан кәсіби мемлекеттік аппарат қалыптастыруға арқылы халыққа мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру және азаматтардың мемлекеттік органдардың қызметіне деген сенімін көтеру мәселесін назарға ұстауда. Елбасы саясаты 100 нақты қадам ұлт жоспарында нақтыланған мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік қызметшілердің қызмет баспалдағы арқылы мансапқа көтерілер жолында олардың кәсіби біліктілігі мен әдеп кодексін сақтау қағидаларын және қызмет орны мен көпшілік ортада әрбірінен талап етілетін мінез-құлық стандарттары саясатын баяндай отырып, биылғы жарты жылдықта мемлекеттік қызмет орындарында тіркелген келеңсіз оқиғалар мен жауапқа тартылғандар жайлы статистика келтірді. Атап айтсақ, биыл осындай келеңсіз қылықтармен көзге түскендер саны 472-ні құрап, мемлекеттік тәртіптік жазаға тартылса, оның 20% қарапайым әдеп нормаларын өрескел бұзғандар қатарынан болған екен. Келесі кезекте сөз алған Батыс Қазақстан облыстық сотының судьясы Буранбаев Есенбай Нұрлыбайұлы болса, мемлекеттік қызметшінің рухани адамгершілік этикасының бейнесін нығайту бағыттарын баяндады. Осы енді еліміздің конституциясына сәйкес азаматтардың заң тұлғалардың мүдделерін қорғайтын бірден бір орган соттар болып табылатынын білесіз. Осы орайда мен алдымен айта кетейін, қандай да бір шағымдар болса, ол мемлекеттік қызметшіге байланысты болсын, жеке тұлғаға байланысты, заң тұлғаға байланысты түбін сотқа келіп табады. Өкінішке орай, осы Батыс Қазақстан облысы сотының практикасына көз жүгіртсек, соңғы жылдардың сот тәжірибесіне талдау жасасақ десек те болады. Осы мемлекеттік қызметшілерге қатысты солардың жасаған тарапынан жаңа алдымыздағы баяндамашыда өткендей құқық бұзушылықтарға байланысты, тәртіптік бұзушылықтарға байланысты келеңсіздіктер әлде де кездесіп отырады. Жалпы соттар заң бойынша ол нақты түскен істі шешіп қана қоймай, оның түпкі себеп салдарын анықтап, қажетті болған жағдайда лауазымды тұлғаларға, басшы мекемелерге, жоғары тұрған органдарға жеке ұйғару қаулылар шығаруға құқылы екенін білесіздер. Жалпы мемлекеттік қызметшілерге қойылар талаптардың күшейіп, тек оларға ғана қатысты емес, сот саласында да бірқатар өзгерістер енгізілгенін айтып хабар берген Батыс Қазақстан облыстық сотының судьясы мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік тілде іс жүргізу, кезінде 30 рулы елді бір ауыз сөзбен ұйыта білген ата-баба жолымен қара қылды қақ жарған билерімізден үлгі өнеге, өз тарихымыздан тағылым ала отырып, келеңсіз қылықтардан аулақ болып, халқымызға мінсіз қызмет көрсетуге шақырды. Енді биылғы жыл өзіміз білесіздер, еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығы осындай егемендік алып, өз алдымызға ел болғаннан кейін, жаңағы елбасы қойып отырған дамыған 30 елдің қатарына кіру үшін
біз осы мемлекеттілігімізді, оның өміршеңдігін көрсету үшін елдің жаңағы бетқұстары, былайша айтқанда, осы мемлекеттік қызметшілер болып есептеледі. Соған лайық болуға тырысуымыз керек, қай салада қызмет етсек те ел мүддесі үшін. Енді бұл жағдайда жаңа сөзімді жалғастырсам, жаңа біздер басқа елдің тарихын жақсы білуіміз мүмкін, тілін де білеміз керек десеңіз. Бірақ көбіне осының түбі мәселе келсек, өз тарихымызды, өзіміз өткенімізді білмей жатамыз. Ал бұрын, мысалы, қазақ даласында сіздер білесіздер, билер соты болған. Би, ауылдың биі, аймақтың биі, жаңа төбе биге деймін. Енді төбе биіміз енді әр жүзде бір-бірден, кіші жүзде Айтеке би, орта жүзде Қазбек би, ал жүзде Төле би болғанын білесіздер. Ал ол билерді, мысалы, олар ешқандай академия оқыған жоқ, конкурстан өткен жоқ. Жаңа керек десеңіз, олар жаңа кішігірім дау-дамай емес, ел арасындағы қақтығыстар, соғыс жағдайларын бәрін өздері бір ауыз сөзбен шешіп отырды. Сол даналықтан біздер үлгі алсақ. Жиналғандарға тарих қойнауынан асылдың сынығы ретінде тамаша тағылым тарту еткен Батыс Қазақстан облыстық сотының судьясы әрбір түсінген адамның өмір соңына дейін азық болар бір мысалды әңгімесіне арқау етті. Мысалы, өзіңіз білесіз, біздің батыста кеңінен тараған Сырым батыр әрі би болғанын білесіз. Сол Сырымға Малайсары би бата бергенде былай деп берген екен: шырағым, 3 сөз бар, соны ұмытпай жүрсең, халқың соңынан қалмас, ұмытсаң артына ермес. Ол 3 сөз: ұят, борыш, обал. Одан кейін бір ақылым: жақынды жаралама, алысты қаралама. Осыдан артық не айтуға болады? Ұят, борыш, обал. Әрқайсыңызды сондай ниетпен жұмыс істесеңіз, жаңа келеңсіздіктер орын алмайтынына біздің күмәніміз жоқ. Этика және мемлекеттік қызметшілердің рухани адамгершілік қағидаттарынан, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және мемлекеттік қызметкерлердің әдеп кодексін сақтау мәселелері жайлы сөз қозғаған баяндамашылар өздердің дайындаған баяндамаларын оқып, жиынға қатысушылар ортаға өз пікірлері мен көкейде жүрген ойларына байланысты сұрақтарын қойып жатты. Жиын соңында жиналғандарға сыбайлас жемқорлық фактілерімен қолға түсіп, жауапқа тартылған облысымыздағы лауазымды тұлғалар туралы арнайы бейнебаян көрсетіліп, дөңгелек үстел қатысушыларына сыбайлас жемқорлық әрекетін бажайлайтын және жалпы деңгейін анықтау үшін берілген анонимді сауалнамалар парақшалары таратылды. Рая Даулетова, Андрей Просвиров, Еляман Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы.